Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Абай атындағы орта мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Қайырлаева Айғаным Еркіналы-қызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ішкі жиын және жиындардың арасындағы қатынастар. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары ішкі жиын ұғымын меңгеру, жиындар арасындағы қатынастардың сипаттамасын анықтау, яғни қиылысатын және қиылыспайтын жиындарды білу. Сабақ мақсаты жиындар арасындағы қатынастарды сипаттамасын анықтайды және ішкі жиын ұғымын біледі. Жетістік критерийлер осы сабақ мақсатынан шығып отырады. Егер Б жиынының әрбір элементі А жиынында да тиісті болса, онда Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Ол тиісті белгісі арқылы белгіленеді, сияқты керісінше оқылуы Б жиыны А жиынының ішкі жиыны. Мысал келтіретін болсақ, Б жиыны берілсін 1, 2, 3, 4 деген элементтен құралған. А жиыны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген. Сонда Б жиындағы 4 элемент 1, 2, 3, 4 деген. Ол А жиынында да бар. Яғни Б жиыны А жиынының ішкі жиыны болады. Б жиыны А жиынына тиісті. Келесі мынадай мысал берілсін. А жиынында 1-ден 7-ге дейінгі сандар, яғни сондай элементтерден тұратын жиындар болсын. Б жиыны ол жұп сандар жиыны, ода 2, 4, 6 деген сандар болсын. Бұл жердегі 2, 4, 6 деген сандар А жиынында да бар, кездеседі. Яғни бұл жерден көретініміз Б жиынының әрбір элементі А жиынына да тиісті. Бұл жерде Б жиыны А жиынының ішкі жиыны болып тұр. Белгіленуі осылай белгіленеді. Б тиісті Аға. Жиындардың байланыстары мен арақатынастары Эйлер-Вен дөңгелектері арқылы кескінделеді. Яғни Эйлер-Вен дөңгелегі дегеніміз ол міне мынау дөңгелек тұр ғой осы. Бұл жерде Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Яғни Б жиыны А жиынының ішінде орналасады. Бос жиын деген ұғым бар. Бос жиын дегеніміз ол ешқандай да ішінде элементі жоқ жиын. Сонда барлық бос жиындар ол кез келген жиынның ішкі жиыны болады. Келесі осындай мысал берілсін. Бұл жерде 3 Эйлер-Вен дөңгелегі сызылған. С, Б және А жиындары. А жиыны ол ішінде Б жиыны бар. Яғни Б жиыны А жиынының ішкі жиыны болып тұр. С жиыны ол А жиынының да ішкі жиыны бола алады. Өйткені бұл жерде Б жиыны А жиынының ішкі жиыны және С жиыны Б жиынының ішкі жиыны болғандықтан С жиыны А жиынының да ішкі жиыны болады. Келесі, жиындар арасындағы қатынастардың сипаттамасын анықтау, яғни қиылысатын және қиылыспайтын жиындарды анықтау. Екі жиынның қиылысуы деп, сол екі жиынның екеуіне де тиісті элементтерден ғана тұратын жиынды атайды. Мысалы, бізге С жиыны берілетін болса, 4, 7, 9, 13 деген сандардан тұратын, және Д жиыны берілетін болса, 2, 10, 7, 6, 13 деген элементтерден тұратын. Онда С жиыны мен Д жиынының қиылысады 7 және 13 деген элементтер болады. Неге 7 мен 13? Өйткені С жиынында да 7, 13 деген элемент бар. Д жиынында да 7, 13 деген элемент бар. Қиылысу белгісі астында көрсетілген. Осылай қиылысу белгісі белгіленеді екен. Егер екі жиындардың да ортақ элементтер болмаса, онда олардың қиылысуы бос жиын болады. Яғни А қиылысады Б мен тең бос жиынға. Осылай белгіленеді. Келесі мысалды қарайық. Бізде А және Б жиыны берілсін. Бұл жерде А фигурасы үшбұрыш және Б ол шеңбер. Яғни бұл жерден көреміз А мен Б-ның қиылысуы осы боялған көк аралықта болады. Яғни бұл А мен Б-ның қиылысуы. Келесі бізде екі Эйлер-Вен дөңгелегінде жиындар берілсін. Ол С және Б жиыны. Олар сандардан тұрады. С 4, 7, 9, 13 деген. Б жиынында 2, 6, 7, 10, 13 деген. Енді осы екеуінің қиылысуы осы боялып тұрған аралық көкпен боялып тұрған. Ол жерде 7 және 13 деген элементтер бар. Яғни С мен Б-ның қиылысуы 7 және 13 болады. Эйлер-Вен дөңгелегінің ішіне элементтерді жазған кезде біз нүктемен белгілейміз, яғни санның алдына нүктелерді қоямыз.
Келесі осында жеке жұмыс болсын. 24264 деген санындағы цифрлардың E жиынын және 45695 санындағы цифрлардың F жиындарының қиылысу элементтерін жазыңдар. Біз алдымен E және F жиындарын жазып алайық. Ол үшін 24264 деген санда бізде 2 саны 2 рет, 4 саны да 2 рет қайталанған. Бірақ оны бір реттен жазамыз, өйткені алдыңғы тақырыпта өттік. Сонда E жиыны тең деп жақшаны ашамыз. Ол жерде 2, 4 және 6 саны болады екен. Келесі F жиынын жазу үшін ол жерде де 5 саны 2 рет қайталанған. Сонда F тең F жиынында жаңағы сияқты 2 рет қайталанғандықтан бір-бірден ғана жазамыз. 4, 5, 6 және 9 саны болады екен. Енді F және E жиынының қиылысу элементтерін жазу үшін біз E қиылысу F деп жазып аламыз. Қиылысу белгісін бағана өткен жиындардың қиылысу белгісі осылай қойылады. Солай белгілеп жазып қиылысу элементтерін табамыз. Бүгінгі өтілген тақырып түсінікті деген ойдамын. Сау болыңдар.